Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Инновациялық Еуразия университетінің Экібастұз колледжінің мектепке дейінгі тәрбие және оқыту мамандығының арнайы пәндер оқытушысы Нұртаева Қымбат. Бүгінгі біздің тақырыбымыз мектепке дейінгі мекемелердегі сауықтыру, шынықтыру шаралары. Сабағымыздың мақсаты студенттерге балабақшадағы шынықтыру жүйесі туралы түсінік беру, балабақшаларда баланың денсаулығын сақтаудың, салауатты өмір салтын ұйымдастыру мен бала денсаулығын шыңдаудың мүмкіндіктерін қарастыру. Жоспарымыз мектепке дейінгі мекемеде шынықтыру, сауықтыру жұмыстарына талдау жасау, жаттығулардың өткізілу әдістемесіне тоқталу және үшінші үй тапсырмасы. Енді шынықтыру шараларына тоқтала кетсек. Мектепке дейінгі балалар мен сауықтыру жұмысының жүйесі әртүрлі әдістер мен тәсілдердің жиынтығы ғана емес, кешенді технология баланың дене бітімінің дамуы мен сауығуының міндеттерін шешуде қолдау мен көмек көрсетудің ерекше мәдениеті ретінде әрекет етеді. Мектепке дейінгі ұйымдардағы балалар мен сауықтыру жұмыстарының мақсаты балалардың денсаулығын сақтау және нығайту, тәрбиеленушілердің, педагогтардың, ата-аналардың денсаулығын сақтау ісінде жауапкершілігін қалыптастыру. Міндеттері: мектепке дейінгі балалардың денсаулығын сақтау, нығайту, балалардың жалпы физиологиялық және психологиялық жетілуін жақсарту, балаларды жинақылыққа тәрбиелеу, ынталы іскерлігін арттыру, баланың белсенділік талабын жүзеге асыру жағдайы тудыру. Мектеп жасына дейінгі баланы тәрбиелеуді қамтамасыз етудегі бағыттар: баланың физиологиялық дамуы, балалардың ауруларын төмендету үшін жағдайлар жасау. Екінші, балабақшадағы педагогтардың шеберліктерін және іскерлік біліктерін жоғарылату. Үшінші, медициналық қызметкерлермен байланысты шынықтыру, сауықтыру міндеттерін кешенді шешу. Және төртінші, балабақша және жанұя жағдайларында бірігіп, дені сау баланы тәрбиелеу. Бұдан бөлек, сауықтыру жұмыстарының міндеттеріне негізгі физикалық қабілеттерді күш, жылдамдық, ептілік, шыдамдылық және тағы басқа сияқты әртүрлі жағдайларда тиімді пайдалана білуді дамыту, баланың жеке жүйесінің гигиенасын, көңіл күйін, жеке психикалық және физикалық дамуын қамтамасыз ететін оңтайлы күн режимін құру. Сауықтыру мен шынықтырудың жұмыстарының реттілігі берілген, яғни бала балабақшаға келгеннен бастап, балабақша уақытындағы күн тәртібі бойынша шынықтыру шараларының түрлері берілген. Яғни ең бірінші ол бізде ертеңгілік гимнастика. Бала балабақшаға келгеннен бірінші ертеңгілік гимнастикадан басталады. Бұдан кейін әрі қарай әрекеттер реттілігімен орындала береді. Яғни жаттығулар, жиын, сабақ, сергіту сәті, яғни солай кете береді. Бұдан бөлек сауықтыру жұмыстарының құрудағы негізгі принциптерге тоқталсақ, ғылымилық, қолжетімділік, белсенділік, сана сезімдік және диагностика түзету бірліктері. Балаларды дәстүрден тыс сауықтыру формалары. Бұл бізде жалпақ табандылықтың алдын алу және түзету жаттығулары, психогимнастикалар, дыбыстық гимнастикалар және тыныс алу жаттығулар жатады. Сауықтыру шараларының түрлері үш түрге бөлінеді, яғни диагностикалық, қозғалмалы және шынықтыру. Дене тәрбиесі бала ағзасының қорғаныс күштерін жетілдіруге, оның физикалық даму барысына елеулі әсер етеді, қажетті қимылдарды меңгеруге жәрдемдеседі. Балабақшада дене тәрбиесін ұйымдастырудың негізгі ережелері: дене жүктемесі баланың жасына, жынысына, оның физикалық даму деңгейіне, биологиялық жетілуі мен денсаулығына байланысты болу керек. Қозғалу белсенділігінің жалпы қолжетімді шынықтыру процедураларымен үйлесуі міндетті түрде. Гимнастикаға және түзету гимнастикасы элементтерін сабаққа қосу. Сонымен қатар дене шынықтыру сабақтары, дене шынықтыру минуттары және мерекелер, денсаулық күндері балалармен жеке жұмыстар жатады. Балалармен жүргізілетін сауықтыру шараларының жоспары берілген үлгі ретінде. Яғни жоспарды алдын ала қыркүйек айына дейін, оқу жылына дейінгі уақытта тәрбиеші мен әдіскердің келісімімен жасалады. Енді осы шынықтыру шараларының түрлеріне қысқаша тоқталып өтсек. Бірінші, тыныс алу жаттығулары.
Тыныс алу жаттығулары балалармен кез келген уақытта өткізіле береді. Негізі тыныс алу жаттығуларын көбіне дене шынықтыру сабақтарының қорытынды бөлімінде, яғни рефлексивтік түзету бөлімінде міндетті түрде өткізілу керек әрекеттердің бірі болып саналады. Келесі ұйқы ашу жаттығулары. Аты айтып тұрғандай, балалардың күндізгі ұйқыдан кейінгі өткізілетін жаттығулары. Бұнда велосипед тебейік, керіліп созылайық, басымызды жуайық, шашымызды тарайық, бетті, маңдайды сипайық сияқты жаттығулар және мысық оянады, қарлығаш ұшады, яғни ойын түрінде де өткізуге болады. Келесі көзге арналған жаттығулар. Көздің көру қабілетінің нашарлауының алдын алуға арналған шынықтыру сәттері. Яғни алысқа, алдарына қарау, жоғары төмен қарау, кірпіктерін қағу, бастарын иіп төмен қарау сияқты жаттығуларын ұсынуға болады. Қазір енді мысалға көзге арналған жаттығулар көрсек. Мысалы, мына суретте балаларға картинада мысалы алысқа қарауға және жақындағы заттарға қарауға арналған жаттығулар ұсынуға болады. Келесі бізде массаж. Массаждың негізгі әдіс тәсілдері ол бізде сипалау, созғылау және ұрғылау. Енді үй тапсырмасы. Бірінші шынықтыру шараларының түрлеріне мысал келтіру. Яғни жоғары келтірілген мысалдарға қарап, сумен шайыну және дәрумендендіру бойынша өткізілу әдістемесін ұсыну. Яғни үйде дайындау. Екінші күнделікті қимыл қозғалыстарын жасау жаттығуларының картотекасын дайындау. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.